Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айған Зулпиева. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен подписаться кнопкасын басып, маған тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып, өз ойларыңызды комментарий бөліміне бөлісіп қолдап отырыңыздар. Бүгін сіздермен 8-ші сынып химия БЖБ 2 4-ші тоқсанның тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бүгінгі тарау көміртек және оның қосылыстары тарауы бойынша жиынтық бағалау. Орындалу уақыты бізде 20 минут, 14 балдық тапсырманы құрайды. Ең алдымен бірінші тапсырмада бос орындарға қажетті сөздерді қойыңыз. Көміртек екінші периодта 4-ші атоптар орналасқан 4 байланыс түзеді, 4 электрон қосып алады және 4 электрон беріп жібере алады. Қосылыстарында плюс 4, минус 4, плюс 2 тотығу дәрежелерін көрсетеді және екінші, 4-ші валентті көрсетеді. Бұл тапсырмаға 1 балл беріледі. Екінші тапсырма көміртек мрамор және магнезит минералдарының құрамына кіреді. Қай минералдың құрамында көміртектің массалық үлесі көп екенін анықтаңыз деген. Бірге анықтайтын боламыз. Қазір үлкейтіп алайын. Енді осы жерде мрамор мен магнезиттің құрамындағы көміртектің массалық үлесі қайсысы көп деп жатыр. Біз ең алдымен массалық үлесін таппастан бұрын мрамор кальций карбонаты деп аталады. Оны мрін тауып аламыз. Кальцийдің атомдық массасы 40. Міне 40-қа 12-ні қосамыз, оған 16-ны 3-ке көбейтіп аламыз. 48 жалпы мрі 100 грамм бөлінген моль болады. Массалық үлес, көміртектің массалық үлесін табу үшін сол көміртектің атомдық массасын жалпы мрдің массасына бөлеміз және 100%-ға көбейтеміз. 100 бен 100-ді қысқартып 12% шығады. Магнезиттің формуласы магний СО3, яғни магний карбонаты. Магний 24, көміртек 12, мына екеуі оттек пен 3 көбейтіліп 48 болады. Жалпы масса 84 грамм бөлінген моль болады. Көміртекті табу үшін АР-ді мрге бөліп 100%-ға көбейтеміз. АР көміртектікі 12, жалпы масса 84, 100%-ға көбейткенде 14-28. Яғни магнезиттің құрамындағы көміртектің проценті көп екен. Бұл есепке 5 балл беріледі. Келесі бізде көміртектің аллотропиялық түрі өзгерістері мен қолдану саласы арасындағы сәйкестікті бағдарша арқылы көрсетіңіз деген. Бұл жерде графиттен бастайық. Графит бізде қарандаш, қара бояу электродтар үшін қолданылады. Екінші карбин жасанды қан тамырлары, алмаз лазер қондырғыларында, қымбат тастарда қолданылады. Фуллерин микроэлектроникадағы нано түтікшелерді жасағанда қолданылатын болады. Енді бұл тапсырмаға 4 балл беріледі. Келесі бізде 4-ші тапсырма, бізде реакция теңдеуін аяқтаңыз деген. Көміртекке бариді қосқан кезде бізде барий карбиді шығады. Реакцияны теңестіруді ұмытпаймыз. Екіншінде көміртекке алюминий оксидімен әрекеттескенде алюминий және СО көміртектің оксиді шығады. Реакцияны теңестіріп аламыз. Және көміртек соңғы тапсырмасы, соңғы есебі көміртек оттекпен әрекеттескенде жеткіліксіз реакциясы ол СО болады. Жеткілікті деген реакцияда болады. Екеуін ажыратып алмау керек. Реакцияны теңестіруді ұмытпаймыз. Енді бұл 4-ші тапсырмаға 3 балл беріледі. Енді бізде соңғы тапсырма плюс белгісі арқылы көмір қышқыл газының физикалық қасиетімен алынуына байланысты шындық немесе жалған тұжырымдарды анықтаңыз. Түссіз, иіссіз, дәмсіз. Бұл көміртекке көмір қышқылының шындығына сәйкес келеді.
екінші мрамор мен тұз қышқылының әрекеттесуі арқылы алынады. Бұл бізде шындық. Ауадан жеңіл дейді, бұл жалған. Келесі, көмір жанғанда пештерді оттек жеткіліксіз жағдайларда түзеді дейді. Бұл жалған болып саналады. Жалпы 5-ші тапсырмаға бізде 1 балл беріледі, шындық жалған тапсырмасына. Осымен біздің БЖБ тапсырмаларымыз аяқталды. Комментарий бөліміне өз ойларыңызды жазып қолдап кетіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Келесі тапсырмаларды орындағанда кездескенше сау болыңыздар.